Ал құрметті команда, міне заказдарымыз келген. Көріп тұрсыздар. Біздің омегамыз. Міне омеганың бізде 2 түр бар. Мынау біреу міне балығы майыныкі болса, екіншісі қараңыздар, мынау жаңағы зығыр майыныкі. Бұл жерде Е витамин көбірек, сондықтан жаңағы тердің ауруы бар кісілерге емдік әсерін жақсы береді. Міне осылай керемет өнімдеріміз келіп жатыр. Мына детокс пластерді білесіздер, е? Жаңағы қан қысымынан қиналып жатқан, бүйрек қатты ауыратын кісілер болса, ішкі құрыс ағзаны толыққанды тазартқыза отырып, бүйректің әсіресе жұмысын өте жақсы қылып береді. Сосын кейін қан қысымды дұрыстап береді. Бір алғанда міне 10-ын алу керек. Мынау мысал жаңа кісілердің заказы 10-ы бар. Енді мына жаңағы жаңа өнімді айта кетейін. Мына жаңа өнімдеріңіз әйел адамдарға ағзасына арналған. Кәдімгідей жаңағы таңертең ішетін таблеткасы бар, кешке ішетін таблеткасы бар. Одан қалса жаңағы дүйсенбі күні, сәрсенбі күні, сосын кейін қай күні? Жаңағы дүйсенбі күні, сәрсенбі күні, жұма күні деп аптасында 3 рет ішкізетін сондай. Мынау қазір ашайын десем, енді бәрін жаңа пышақпен дұрыстап ашу керек екен. Кейіннен жеке-жеке тағы жіберем ғой, айтып түсіндіріп. Міне заказдар қараңыздар. Міне заказдар. Жасыл майымыздың қандай керемет екенін білесіздер, е? Жасыл майдың капсуласы бізде 12 мүшемізге емдік әсерін береді. Ал енді мынау жаңағы хлорофиль. Хлорофильді баладан тартып үлкен кісіге берген кезде анемия болған кісіге көмектеседі. Иммунитетті көтереді. Ағзадан паразит құрттың бәрін тазартып шығып, ішектің микрофлорасын күшті қылып қалпына келтіреді. Ал мынау жаңағы порошоктарымыз ғой. Міне қараңыздар. Порошоктың мынандай листовой порошоктың бізде 4 түрі бар. Қараңыздар. Міне 4 түрі. Міне экзотический микс дегендеріңіз. Мынау жаңағы фруктовый фреш дегені. Мынау жаңағы прохладная свежесть дегені. Мынау лавандовый букет дегеніңіз. Міне осындай жаңа керемет өнімдеріңіздің барлық келіп жатыр. Міне тазарту процесстан халқым тағы да өтейін деп жатыр. Аллаға шүкір. Мынау лизгелмен кәдімгідей жаңағы тікшекке жататын кезде балаға да үлкен кісіге де салып құрттан тазартады. Әрі зат алмасу процесс қалпына келтіре отырып, иммунитетті де көтере алады, паразиттан тазартады. Зат алмасу процесс қалпына келтіру дегеніңіз ең керемет нәрсе. Бұл свеча түрі болса, мынаны қараңыздар. Мынау жаңа гельминт капс. Гельминт капстарыңыз 3 сатылы, міне көріп тұрғандай 3 түрлі капсула бар, е? 3 сатылы. Сондықтан бұл тамаша емдік әсерін береді. Ал не жерде біздің жаңағы лимфа капсымыз кит болған лимфа капс енді заказдарды келмейді деген ешқашанда болмайды. Әр заказда келіп тұрады. Ал міне қараңыздар. Мынау жаңағы аю майы мен сокровища, мына тағы детокс пластир, баланыкі шай мынау, е? Одан кейін қарасаңыздар, міне әлгі батончиктарыңыз. Міне батончиктарыңыз. Балаларға бет алды шоколад алып бергенше міне осындай 201 деме ме, 300 астам теңгеге ғана осындай жаңа шоколадтарын алып берсеңіздер болады. Керемет. Міне порошок. Баланың порошогы. Қарап отырсаңыздар, міне баланың порошогы. Өзіміздің килограмның порошоктары жаңағы 5-6 кір жуғаннан кейін кіріңіз өте тамаша болады деп айтатындарым осы. Міне қараңыздар, біздің жаңағы сироптарымыз, бүйректің сироптары да келіп жатыр. Шампундарымыз бар, міне тағы қаншама міне жаңағы өнімдеріміз келіп жатыр. Шүкір, Аллаға шүкір. Осықтың майы. Қарасаңыздар, міне осықтың майы. Көрдіңіздер ма? Керемет қандай өнімдер. Бұл енді жаңа одышка болған, өкпе тыныс жолынан, асқазан ішкі құрыстан ауырған деген кісілердің барлығына емдік әсерін береді. Міне өнімдеріміз келіп жатыр, міне қаншама жаңағы мынау жаңағы жидкий сабындарыңыз. Міне тура шие деді ма? Шиенің иісі шығады. Мынау жаңағы құлпымай болып тұр ма? Жаңағы мынау тура құлпымайдың иісі шығады. Өте керемет. Міне балаларыңыздың жаңағы шампундары деген сияқты. Осылай міне өнімдеріміздің барлығы келіп разы болып жатырмыз. Енді осының барлығын қазір жаңағы накладной қағаз бойынша бәрін жаңағы тексеріп аламда. Сосын кейін әркімнің өз тапсырысын өзіне міне жаңа бәрін дайындап аламын енді. Осы бойынша бәрін дайындап алып, сосын кейін барып жаңағы
жеке-жеке тиісті адамдарына шығып хабарласам, ем болсын, шипа болсын. Бателдің өнімдері осындай керемет қой шіркін.